Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай пирамида тәріздес қалташа тоқитын боламыз. Бұл қалташаның ішінде мен балаларымның пижамасын сақтаймын. Ішіне кем дегенде 3 пижама сияды. Мына жерде тағы да орын бар. Оңай әрі тез, бір күнде тоқылған, ең тез тоқылған қалташам болып саналады бұл. Әр шетінен қойсаңыздар да, барлығы осындай бір келкі аккуратно көрінеді. Егер сіздерге де осындай қалташа керек болса, онда менімен бірге видеоның соңына дейін бірге тоқуға шақырамын. Ендеше бастайық. Ол үшін міне мұндай лента сияқты жіп менде қалдықтар қалған осындай. Осы екі жіпті үйлестіріп тоқимын және ілмек біз 4,5 өлшемдегі. Егер де сіздер бос тоқитын болсаңыздар, кішкене өлшемін кішірек алсаңыздар болады. Егер тығыз тоқсаңыздар, үлкендеу аласыздар. Ендеше бастаймыз. Алғашқы мынау бежевый түстен бастаймын. Шамамен 1,5, даже осылай 2 метр, 2-2,5 метр жіп алып қаламын. Ендігі кезекте қараңыздар. Бұлай ілмек бізді жіптің астынан салып, осылай бір орап аламын. Мынаны бұлай қолыңызбен ұстап тұрсаңыздар болады. Бұлай. Осы мынаның ішінен алып шығасыздар енді осы ілмекті. Мінекей. Бұл бізде ең бірінші бекітпелі ілмегіміз. Енді ары қарай 80 ілмек тоқимыз. Осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 79, 80. Мінекей барлығы 80 ілмек болды. Осылай. Енді қараңыздар. Бұлай. Әдетте біз осылай іліп аламыз, бірақ мен осы жолы бұлай астына қарай аударам да. Мінекей мынау бізде косичкамыз, өрім. Соның астына қарай бұлай. Мынау ілмек бізден кейінгі бірінші емес, екіншісіне ілемін. Осылай. Мінекей. Астында мынандай бір ғана қабат қалу керек, бір ғана қабатты жіп. Осыны осылай 1, 2. Мінекей мынау бізде бірінші ілмегіміз. Келесі. Мінекей осылай. 2. Мінекей қайтадан. Астында осындай бір ілмектен қалып тұру керек, бір қабырғасы. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Және де соңғы ілмек. Мінекей. Ендігі кезекте бұлай басына барамыз, тоқымамыздың. Айналып кетпеген бақылау керек. Тексереміз бірнеше рет. Енді қараңыздар. Кішкене созып алып, мынау тұрған ең бірінші тоқыған ілмегіміздің үстің жағына бай. Бізімізді салып аламыз. Қазір. Кеңітіп. Енді мынау ілмекті осы жерден шығарамыз бұлайнан. Кішкене тартып қойыңыздар. Мына қатардағы соңғы тоқылған мынау галочка сияқты болып тұр ғой. Ілмек. Соның ішінен бұлайнан саламыз. Тура ортасына. Бұлайнау жанына емес, мынау галочканың ортасына. Мынау жіптен тағы да біреуін шығарып аламыз. Және алдыңғы жаңа шығарған ілмекті іле отырып, бұлай бір ілмек тоқимыз. Алғашқыда кішкене қиындау болады, кейін үйреніп кетесіздер. Мінекей екінші қатардың бірінші ілмегін тоқыдық. Екіншіде, мінекей, мына жерде де міне галочка тұр, көрініп тұр, Сол галочканың ортасына саламыз бұлай. Салған кезде қараңыздар. Мұнда да галочка екі шетінен
сол екі галочканың ортасынан шығу керек ілмек бізіміз. Бір, екі деп. Неке келесі тағы да. Неке екі жіптің ортасынан шығады осылай. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Қатардың соңында тағы да бір рет көрсетем. Мынау біріктіру әдісін тағы да бір рет көрсетіп жіберем. Екінші қатарды аяқтадым. Ендігі кезекте жаңа бірінші қатырды жасаған манипуляцияның бәрін жасаймыз. Ол үшін мінекей мынау бізде бірінші ілмек, содан кейінгі мінекей мынау қос ілмектен жіптің соңын өткіздіріп аламыз. Енді мінекей мына жерде бізде өтті ілмегіміз. Мінекей мынау ілмектің ортасынан тағы да қос ілмек шығарып аламыз. Және бірінші ілмек екеуінен мінекей. Бұл бізде енді үшінші қатардың алғашқы ілмегі. Ары қарай тура екінші қатардағындай тоқып шығамыз. Осылайша бірнеше қатар мынандай бежевый түспен тоқып аламын. Сосын кейін арасына мынау көк түсті қосатын боламын. Көк түсті қосатын кезде тағы да кездесеміз. Мен мұнда 7 қатар тоқып алдым. Енді көк жіпті қосқым келеді. Ол үшін әдеттегідей өткізіп алдым мінекей. Енді ортасынан көк жіпті қолмен ұстап тұрамын да. Көк жіпті өткіздіріп аламын. Ары қарай осы көк жіппен жалғастырып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен бірнеше полоска саламын дағыны, одан кейін ортасын көк жіппен және жоғарғы жағын осындай қайтадан бежевый жіппен тоқитын боламын. Мінекей мында білінбейді. Сосын кейін соңында тоқып болғаннан кейін иненің көмегімен немесе ілмек бізбен жіптің етегін ішіне қарай жасырып тастаймыз. Ары қарай өздігіңізбен тоқи беріңіздер. Көк түсіміздің бірінші қатарын аяқтадық. Мына жерде қазір айта кететін жайт, қазір бір минут, қараңыздар. Тоқып жатқан кезде мынау жіпті қимас үшін қазір келесіде мен тағы да бір рет осы бежевый түспен жасаймын. Сол үшін мінекей мынау біріктіру кезінде біріктіру мынау соңғы қатардың ілмегін осылай алып шыққаннан кейін, былай ішіне кіргеннен кейін, мен бежевый жіпті ілмектің үстіне қойып, көк түсті алып шығам. Мінекей бежевый түсіміз көк түстің ортасында қалып кетеді, мынандай жерде. Егер астында қалып кетсе, мынандай болып ортасында бежевый түсіміз қалып кетуші еді. Сол үшін әр қатар тоқып өткеннен кейін осылай бежевый түсті көктің үстіне қойып отырып, былай жоғарғы көтеріп аламыз. Мінекей болды. Енді мынаны осында қалдырып кетеміз да, ары қарай тек көк жіппен тоқып шығамыз. Мінекей осылайша тағы да 2 қатар көк тоқимын. Одан кейін 2 қатар бежевый түс саламын тағы да. Мінекей көк түстің соңғы қатары мен үшін екінші қатары. Ендігіде әдеттегіде біріктіреміз қатарды. Мінекей мына жерде біз енді көк түсті емес, бежевый түсті аламыз.
көк түсті бежевый түстің үстіне қойып тоқимыз. Мінекей бежевый қатардың бірінші ілмегі. Көк түсті қалдырып кетеміз да. Енді мынау ақшыл түспен тоқып шығамыз қайтадан. Мен тағы да ақшыл түспен 2 қатар тоқимын. Кейін ортасына шамамен 10 қатардай көк түспен тоқып шығамын. Ары қарай өздігіңізбен тоқып шығыңыздар. Тоқудың орта шенінде былай астын біріктіреміз. Ол үшін тоқудың басында алып қалған жібімізді қараңыздар. Мінекей мынау басы. Содан кейінгі ілмектен былай бір ілмек шығарып аламыз. Бір. Келесі мынау ілмекті және мынау қабырғадағы екінші ілмекті іліп аламыз да. Келесі ілмекті шығарып, былай байланыстыру ілмегін тоқимыз. Келесі бірінші және мінекей екінші. Келесі қайтадан бірінші, екінші. Мінекей бізде ілмек бізде 1, 2, 3 қабырға бар. 3 қабырғаның барлығын бір ілмекпен байланыстырамыз. Келесі қайтадан 1, 2 және бәрін біріктіреміз. Мінекей былай бізде ақырындап қосылады 2 қабырғамыз. Мінекей осылай төменгі жағын біріктіріп шықтық. Иненің көмегімен жіптің етегін кішкене бекітемді, артығын қиып алып тастаймын. Осылайша бізде тегіс біріктіру ілмектерімен осылай 2 қабырғаның төменгі жағын біріктіріп аламыз. Ары қарай тағы да әлі тоқимыз. Менде қазіргі таңда осындай күйде тұр. Қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Шамамен біздің ұзындығымыз мынау төменгі жақтың ұзындығына тең келу керек. Мынандай шаршы тәріздес етіп тоқимыз. Мінекей мен осындай етіп тоқып алдым. Менде ұзындығым 29-да 28,5 почти. Тағы бір қатар тоқуға болушы еді, бірақ менің жібім бітіп қалды. Ендігі кезекте біз осы күйді, мынандай бізде қалта пайда болды, қалташа. Осы қалташаны тура былай ортасынан 2-ге бөліп, мынау 2 нүктені бір-біріне байланып қосамыз. Мінекей осылай. Кейін үттікпен, бумен өңдеп алсаңыздар болады. Тағы да айта кететін жайт, мына жерде мен соңғы қатарды біріктіру ілмегімен, біз түбін тоқыған сияқты, дәл солай етіп, менде беріктік үшін тағы да солай тоқып алған болатынмын. Енді осы жерге біз замок қоямыз. Енді осындай замок, кішкене ұзындау, бірақ басқасын таппадым. Сол себепті осылай артығын ішіне қарай салып жіберемін. Осылай қолдың көмегімен ине жіппен қолмен тігіп шығамын. Ине жібімді алдымен осылай сабақтап алып бекітіп аламын. Кейін
қатты тақамай, кейін жапқанда ыңғайлы болатындай етіп, қатты тақамай осылай тігіп аламын. Замокты тігу барысында ұзындау ине алғандарыңыз дұрыс болады екен. Енді үйімде ең ұзын ине осы болғандықтан осы инемен тоқ тігемін. Тігісі білінбес үшін мынандай қатардың ортасымен тігіп отырамын. Мінекей бір жағын тігіп алдым. Жібімді соңын бекітіп аламын, сөгіліп кетпес үшін. Мінекей тура осылай екінші жағында тігіп аламын. Мінекей замоктың екі қабырғасында тігіп шықтық. Осылайша біздің қалтамыз дайын болды. Бұл қалтаны тоқитын кезде сіздерге айта кететін бір жайт. Тоқу барысында осындай қатты, қалың жіпті таңдағандарыңыз дұрыс болады. Себебі жіңішке жіптен пішінін ұстамайтын болады. Мінекей үстінен басқан күнде де пішінін жоғалтпайды. Осы күйінде 3 бұрыш күйінде тұрады. Біздің балалардың 3 баланың пижамасы осы қалташаның ішіне сияды. Мінекей осылайша бір кештің ішінде тоқылған қалташамыз дайын болды. Сіздерде кино көру барысында, немесе әңгіме барысында осылайша бір күннің ішінде осындай қалташа тоқып алсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.